Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тұшпара әзірлейтін боламыз. Ол үшін шұңғыл ыдысқа 500 грамм ұнды електен өткіземіз. Қалған ұнымызды алып қоямыз. Ол бізге керек болады. Және де басқа ыдысқа 190 мл қатты қайнап тұрмаған, бірақ қайнаған су құямыз. Оның үстіне 60 грамм майымызды құямыз. Бір ас қасық тұз саламыз. Және де жаңағы ұнымызға 2 тұқым жұмыртқамызды салып, үстіне қайнаған суымызды құямыз. Барлығын қасықпен осылай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қалған 150 грамм ұнымызды қосып, әрі қарай илейміз. Қамырымыз қатты, біркелкі болу қажет. Біз оның ішіне сұйық май қойғанымыздың арқасында қамырымыз өте иілгіш, жұмсақ, әрі тығыз болады. Мінекей осындай болғаннан кейін қамырымызды пакетке салып 15 минутқа тындырып қоямыз. Оған шейін біз фаршымызды әзірлейміз. Фаршқа 2 туралған жуамызды салып, 1 қасық тұз салып, және де 1 ас қасық бұрыш салып жібереміз. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Араластырған соң 2 ас қасық су құямыз. Сол кезде біздің фаршымыз өте сондай жұмсақ, дәмді, әрі сулы болып шығады. Енді біз қамырымызға көшейік. Қамырымызды бір бөлігін алып жаямыз. Құрметті қыз-келіншектер, осы рецептпен істесеңіздер, еш өкінбейсіздер. Бұл барлық қыз-келіншектің қолынан келеді деп ойлаймын. Бұл қамыр тоңазытқышта өзін өте жақсы ұстайды, ешқандай да сынып кетпейді. Және де тоңазытқыштан шығарып қойсаңыздар, егер де ешқандай да былжырап кетпейді. Тағы да айта кететін бір жайт, фаршты бірде 4 бөлікке бөліп қойыңыздар. Сол кезде 4 күлшеге бірде жететін болады. Осылай етіп кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін фаршымызды салып, жан жақтарын бүріп, әдемілеп қоямыз. Менде осындай табақтан 4 табақ шығады. Мен тек 1 табағын ғана пайдаланамын да, қалған 3 табағын тоңазытқышқа саламын, қатырып қоямын. Қайнаған суымызға тұшпарамызды саламыз. Тұшпарамызды салғаннан кейін араластырып, 15 минутқа бетін жауып, астын баяу отқа бір қайнатып алып, астын баяу отқа қоямыз. 15 минуттан кейін біздің тұшпарамыз дайын болады. Тұшпараны өзін немесе сорпасымен ұсынған жөн. Қалауымызша ішіне укроп салуымызға болады. Ас адамның арқауы демекші, дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Астарыңыз дәмді болсын.